Бүгін Баянды ауылы бір ынтымақ көшесіне келіп отырмық. Менің аты-жөнім Мыңбаев Сәкен Саламатович. Маңғыстау облысы бойынша Жалпыұлттық социально-демократия партияның Маңғыстау облысы бойынша төрағасымын. Кешегі халықтың өшеді көтерген сұрағы бойынша бүгінгі таңда үші күні, яғни 7 айдың 20 жылдың осы Баянның ауылының ынтымақ көшесіне келіп, асфальтның жиегіне келіп қарасақ, ол әңгіме расқа туындап тұр. Мына бөлшегі бөлініп уже түсіп жатыр. Кеше салынып болған асфальт. Астында ешқандай міне өзіңіз көзіңізбен көргенде шебін ешқандай төселмеген. Қалай болса солай дәл топырақтың үстіне салынған. Бұнымен не айтқымыз келеді? Бұл ауылға жауап беретін әкімшілік. Бұл районға, яғни жауап беретін әкімшілік. Заң шеңберінде беріп отқан Медигер компаниясына қандай жолмен беріп отқан біз білмей отырып, халықтың бөлінген міндетшілігіне ешқандай жауапкершілік тартпай, қалай болса солай жасап отыр. Өз қолымызбен мынаны біз бітеп кетіп жатыр тесікті. Біздің бірден-бір көтеретін сұрағымыз бүгінгі таңда халықтың төлеп отқан налогы, төлеп отқан штрафы, төлеп отқан барлық коммунальный услуга деп айтуға болады. Осы нәрсені берген қаражатты, халық берген қаражатты, халыққа деп арналған мемлекеттің жоғарынан беріліп отырған қаражатты жергілікті биліктің келістірмей опасыздық жасап отыр. Бүгінгі салған асфальт ертең жоқ болып кететініне кім кепілдік бере алады? Ешкім кепілдік болған бере алмайды деп ойлаймын. Өйткені бүгін бар асфальт мынау тек қана бір жылға ғана арналған. Жай ғана күннің ыстығына да әсері бар шығар деп ойлаймын, бірақ онда қатты әсер болмау керек. Сізге білінбес, жай ғана аяқпен басқаның көзіне де сілкілеп мынау езіліп бара жатыр. Медигер компаниялармен біз ешқандай кездесе алмай отырық. Медигерлер компаниялар бүгін ісін бәрін тоқтатқан. Катоптарын орындарына қойып, жүргізетін техникаларын, асфальт төсейтін техникаларын орындарына қойған. Қызметкерлермен ешқандай онда кездесе алмай отырық. Бірде-бір қызметкерлері жоқ. Соған байланысты сөздің басында айтып кеткен заң шеңберіне жүгіне отырып, заң шеңберінде әкімшіліктен осындай медигерлік компаниялардан мынандай сапасыз жалған жолдың кеткен бюджеттен, кеткен қаражаттың қайда кеткенін біз барынша анықтауға тырысамыз. Тағы да сіздермен бірге болған Мыңбаев Сәкен Саламатұлы, Жалпыұлттық социально-демократия партияның Маңғыстау облысы бойынша төрағасы. Сіздермен біргеміз халқым. Бұл жер кішкене не ғой, қалың ғой. Болды қайт жоқ. Баяндының асфальтын қара. Дым жоқ астында. Маны кішкене бір көз бояушылық қылмай, қалыңдап жаюға болмай ма?